20-30 жылдардағы Қазақстан өнеркәсібінің дамуы. Сәлеметсіздер ме, балалар? Біз бүгінгі сабағымызда азамат соғысынан кейінгі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму ерекшеліктерімен танысып, индустрияландыру саясатының мақсаты мен міндеттерін ашып көрсету барысында қол жеткен жетістіктер мен орын алған кемшіліктер жөнінде кең мағлұмат аламыз. Индустрияландыру деп өнеркәсіптерді жаңа техникамен жабдықтау арқылы халық шаруашылығының барлық салаларын дамытуды айтамыз. Индустрияландыру барысында электр станциялары, темір жолдар мен зауыт фабрикаларды қайта жарақтандырып, қажетті білікті мамандарды көптеп даярлау міндеті жолға қойылды. 1925 жылы желтоқсанда партияның 14-ші съезі Кеңес елінде социалистік индустрияландыру бағытын жариялады. Елді индустрияландыру ісі 1928-1932 жылдары қиын жағдайда жүргізілді. Қазақстанда мұнай, газ, түсті металды өңдейтін, машина жасауға қажетті станок, приборлар, автомобиль, ауыл шаруашылығына керекті комбайндар жасайтын кәсіпорындар болмады. 1925-1933 жылдары Қазақстанда Голощекин билік басында болды. Ол Қазақстанда қазан төңкерісі болған жоқ. Ауыл қазан лебін сезінбеді. Сондықтан қайтадан төңкеріс жасау керек деген сылтаумен кіші қазан төңкерісін жүргізді. Қазақстан орталықты шикізатпен, пайдалы қазбалармен қамтамасыз етті. Голощекиннің кіші қазан төңкерісін жасау идеясына Смағұл Сәдуақасов және Жалау Мыңбаев тәрізді қазақ зиялылары қарсы шықты. Олар өнеркәсіпті шикізат көзі жақындатуға ұмтылып, Ресейдің Қазақстанды шикізат көзі ретінде пайдалануына наразылық білдірді. Индустрияландыру жылдарында 150-ден астам ірі өнеркәсіп орындары салынды. Соның ішіндегі ең ірілері Түркістан-Сібір темір жолы, Шымкент қорғасын зауыты, Балқаш мыс балқыту, Жезқазған көмір кен орындары және тағы басқа ірі кәсіпорындар еді. 1927 жылдан басталған бұл құрылысқа мемлекет тарапынан 200 миллион сом қаржы жұмсалды. Құрылыс мерзімнен бұрын аяқталып, 1930 жылы 28 сәуірде іске қосылған болатын. Оның құрылысын жүргізуге РКСФР халық комиссары төрағасының орынбасары Тұрар Рысқұлов пен темір жол инженері Мұхамеджан Тынышбаев елеулі үлес қосты. Түрксіб темір жолы Орта Азия мен Сібірді байланыстырды. Оның ұзындығы 1500 шақырымға созылып жатты. Рейдер полиметалл, Қарсақбай мыс қорыту комбинаттары іске қосылып, жаңа техникамен жабдықталды. Ал Балқаш мыс қорыту зауыты қуаттығы жағынан елімізде бірінші орынға шыққан. Сондай-ақ Шымкент қорғасын зауыты жұмыс істеп, Жезқазған мыс қорыту, Текелі полиметалл комбинаты және Өскемен мырыш зауыты салына бастады. Сонымен қатар мұнай өнеркәсібі алғашқы 3-5 жылда бүкіл елдегі мұнай өнімінің 5-тен 1-ін беріп, одақта 3-ші орынға шықты. Сөйтіп түсті металл, мұнай, көмір өнеркәсіп салалары Қазақстан ауыл өнеркәсібінің арнаулы бағытқа бейімделген көрсетті. Кен химия өнеркәсібінің тұңғышы Ақтөбе химия комбинаты салынды. Шымкент химия фармацевтік зауыты, Арал сульфат комбинаты іске қосылып, Теміртау синтетикалық каучук зауыты, Қаратау химия комбинаты салына бастады. Соғыс қарсаңында Ертіс өзенінің бойында Өссу электр станциясының және Қарағанды жылу электр станциясының құрылысы жүрді. Индустрияландыру барысында Қазақстан индустриялы аграрлы елге айналды. Қазақстан өнеркәсібін өркендетуге 1928-1940 жылдары 4,6 миллиард сом күрделі қаржы жұмсалған болатын. Алайда Қазақстанда индустрияландыруды жүргізудің тиімді және тиімсіз жақтарындағы өзіндік ерекшеліктер саяси сипатқа ие болды.